Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Футбол әлемге әйгілі ойын түрі. Ішкен асын жерге қойып, тіпті соңғы ақшасына өзге елге матч көруге баратын футболдың фанаттарына бүгінгі шығарылымыз арналады. Егер сізге футбол жайында ақпарат қызық болса, комментария жазып арнамызға тіркеліп өт. Ал мен сізге футболдың ерекше қағидалары мен оқиғалары жайлы айтып беремін. Футбол жастарға арналған ойын түрі. Себебі сіз 30-дан асқаннан кейін футбол ардагері боласыз, яғни футбол ойнауға жарамсыз болып есептелесіз. Көптеген футбол клубының ойыншылары 30-дан кейін өзінің карьерасын тәмамдайды. Бірақ ережелер бұзу үшін арналған. Себебі жапондық Кадзуэси Миура, ол Якогами клубының ойыншысы, осы уақытқа дейін футбол ойнайды. 55 жастағы ең танымал кәрі футболшы болып есептеледі. Осы уақытқа дейін 89 матч ойнаған, 55-інде допты қақпаға салған, халық ішінде король Кадзо деп аталады. Себебі осынша жасқа қарамастан әлі күнге дейін алаңда ойнап жүрген ең кәрі әрі танымал футболшылардың қатарында. Футбол десе бірден Бразилия мен Англия есімізге түседі, я? Алайда футбол ең алғаш Қытайда пайда болған. Қытайлықтар футбол ойынын әрі қарай ойын түріне айналдырмаған. Англиялықтар болса Қытайдан сол ойын түрін алып, футболдың жаңа ережелерін ойлап тауып, көптеген ережелерді енгізіп, ең бастысы футбол атауын береді. Әлем бойынша тараған бұл футбол ойыны көне кезден қазірге дейін рейтингтардың ең жоғарғысын алып отырған жоғары рейтингті ойындардың бірі болып есептеледі. Әрине, ең көне клуб Англияда орналасқан. 1857 жылы ашылған Шеффилд клубы Англияда орналасады. Ол көне клуб Титаник батқанға дейін болады. Футболдың рейтингін әлі күнге дейін бермеген футболдың отаны, сондықтан да Англия болып табылады. Әлем чемпионатындағы іріктеуге жер шарының түкпір-түпкірінен көптеген мемлекеттер қатысады. Футбол фанаттары үшін тағатсыздана күтетін чемпионатты барлық түкпір-түпкірден қай уақытта, қай жерде болмасын футбол фанаттары келіп көреді, я? Бірақ кейбір елді мекендер өкінішке орай қатыса алмайды. Неге дейсіз ғой? Мысалға, Гренландия өзінде футбол фанаттарын қабылдай алмайды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты ол жерде көк шөп өспейді. FIFA-ның талаптарына байланысты ауа райы қолайлы және ол жерде міндетті түрде көк шөп өсу керек. Сондықтан да Гренландия өзінің территориясында футболшыларды қабылдай алмайды. Сол секілді Катар. Қыс кезінде футболшыларды қабылдайтын бірден бір мемлекет. Неге дейсіз ғой? Себебі Катарда жазда өте ыстық. Ауа райында тіпті ойыншылар тұрмақтылық қарапайым адамдар жүре алмайды. Стадиондарында үлкен кондиционерлер орналасқан. Соған қарамастан Катарда күн қыстың өзінде ыстық. Ойын қыста өтеді. Және де 90 минуттан 45 минут матч ойналса, 15 минут үзілісі бар. Ал жазғы кезде ол үзіліске дейін тіпті жарты сағатқа ойыншылар шыдамауы мүмкін. Сондықтан да табиғаттың осындай қолайсыз жайттарына байланысты Катарда тек қыста ойын ойналады. Ауа райының қолайсыз болуы, ыстық немесе жергілікті ауа райға байланысты командалардың өзінің жеңіске жететін түрлі жағдайлар болып жатады. Қалай дейсіз ғой? Ыстық жерде орналасқан команда міндетті түрде ыстыққа барғанда төзімдірек, шыдамдырақ болады. Әлем бойынша Бразилия, Аргентина, Оңтүстік Америка секілді футбол командалары мықты болып есептеледі, я? Алайда Боливияға барған кезде үлкен биік таулардың ортасында орналасқан стадионда Бразилияның құрамы бір емес бірнеше рет жеңіліс тапқан. Қалай дейсіз ғой? Бразилия әлем бойынша ең танымал жұлдызды составпен барған, бір емес бірнеше рет, бірақ жеңіліс тапқан. Себебі Боливиядағы стадион үлкен биік таудың ортасында орналасқан. Ол жерде өте қысым бар. Кислород аз, сондықтан да қарапайым адамдар үшін немесе тауда жиі жүрмейтін адамдар үшін бас ауру, өзін жайсыз сезіну секілді көптеген қолайсыз жағдай болады, әсіресе жүгіргенде. Ал боливиялықтар үшін, тауды балалар үшін ол қалыпты жағдай. Сондықтан да өзінің жерінде көптеген футболшылар жеңіске жетіп жатады. Онымен қатар өзін қолдайтын көрермені бар. Яғни стадионда халық
әрине міндетті түрде өз футболшысын қолдайды. Сіздің сүйікті футбол клубыңыз қандай және сіздің сүйікті футболшыңыз кім? Комментарийда жазып өтіңіз, біз міндетті түрде келесі жолы сол футболшы туралы ақпарат береміз. Әлемдегі ең қымбат футболшы кім? Әрине ол Неймар. 2019 жылы 26 жасында PSG-ның шабуылшысының құны 229 миллион евро болған. Елестетіп көріңізші. Барселона алғашында оны 222 миллион евроға бағалаған. Әлі күнге дейін бұл футболшының рекордын ешкім асып өткен жоқ. Қазіргі таңда Неймар әлемдегі ең қымбат футболшы болып табылады. Бүгін футбол фанаттары үшін қызықты деректермен бөлістім. Сіз білмейтін құпиялар, тың деректер және футбол фанаттары үшін таптырмас ақпарат деп ойлаймын. Арай Райс ерекше арнадағы ерекше ақпарат.